Сәлеметсіздер ме, құрметті 9 сынып оқушылары? Бүгін бізде бөлім бойынша жиынтық бағалау. Құрметті оқушылар, біз сіздермен қазіргі таңда адам жанының құпиясы бөлімінің шығармаларын өтіп жатырмыз. Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасы, Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі хикаяты бойынша біз сіздерменен бірінші бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазған болатынбыз. Бүгінгі бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысы Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романы бойынша болмақ. Оқу мақсаттары: көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жазу. Бағалау критерийлері: шығармадағы кейіпкер бейнесін ашады, түрлі қырынан сипаттайды. Шығармашылық жұмыс жазады. Бірінші тапсырма. Бұл тапсырмада сіздер кейіпкер бейнесіне жан-жақты талдау жасайсыздар. Алтыларыңызда беріліп отырған сызба бойынша сіздер Ұлпанның бейнесін жан-жақты талдауларыңыз қажет. Осы сызбадағы сипаты деген жерге Ұлпанның әкесінің жанындағы болған кезін жазасыздар. Одан кейінгі ұяшыққа Ұлпанның жар болғандығын сипаттап жазасыздар, қандай жар болды. Одан кейін Ұлпанның ана болғандығын сипаттап жазасыздар. Соңғы ұяшыққа Ұлпан ел анасы болғандығы жайында жазасыздар. Бұл жерде сіздер шығармадан алған білімдеріңіз бойынша сипаттап жазуларыңыз қажет. Онан кейінгі іс-әрекеті деген жерге Ұлпан әкесінің жанында қандай іс-әрекет жасады бала кезінде, Ұлпан қандай қыз болды. Одан кейінгі ұяшыққа жар болған кезіндегі іс-әрекетін жазасыздар. Яғни шығарманың бойында сіздер Ұлпанның адал жар бола білгендігін іс-әрекеттері арқылы суреттеп жазуларыңыз қажет. Одан кейін Ұлпанды ана ретінде сипаттап жазасыздар. Ана ретінде іс-әрекеті қандай болды, қандай тәрбие берді өзінің жалғыз қызына. Соңғы ұяшыққа Ұлпанның ел анасы болған кездегі халыққа берген қамқорлығы, неліктен Ұлпан ел анасы атанды, оның қандай іс-әрекеттері арқылы көрінді шығарманың барысында. Осының бәрін осы беріліп отырған сызбаға түсіресіздер. Екінші тапсырма. Бұл тапсырмада сіздер Ұлпан романындағы негізгі идеяны баршаға ортақ мәселе тұрғысынан қарастырып, Ұлпан ел анасы тақырыбында әдеби эссе жазасыздар. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша шығармадағы кейіпкердің бейнесін, яғни Ұлпанның бейнесін аша алғандарыңызға 1 балл, кейіпкерді түрлі қырынан көрсете алғандарыңызға 1 балл, шығармада мысалдар келтіре алғандарыңызға 1 балл, өзіндік көзқарастарыңызды білдіре алғандарыңызға 1 балл аласыздар. Екінші тапсырма бойынша әдеби эссені жаза алғандарыңызға 1 балл, шығарма идеясын баршаға ортақ мәселелермен байланыстыра алғандарыңызға 1 балл, шығармадан нақты мысалдар келтіре алғандарыңызға 1 балл, ойларыңызды дәлелді жеткізе алғандарыңызға 1 балл, эссе құрылымын сақтағандарыңызға 1 балл және сауатты жазғандарыңызға 1 балл аласыздар. Жалпы балл саны 10. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.